Қатыннан қорқудың 5 түрлі пайдасы. Үйленгенше айым деп, үйленген соң аю деп, үй болғанша чаптасып, үйленген соң шаштасып жүрген еркектер білесіңдер ме? Қатыннан қорқатын адам ұзақ өмір сүреді. Ол еңбекшіл болады. Еңбекшіл адам тепсе темір, тістесе кендір үзетін болады. Денсаулығы жараған аттай, көз жанары шоқтай болады. Сондықтан ұзақ өмір сүреді ол. Қатынынан қорқатын еркектің қалтасы қампайып тұрады. 60 ата 40 жезде сабақтас табақтасы, орынсыз шығымы жоқ болады, қарны тоқ болады. Елден бұрын үй және машина сатып алады. Қатынынан қорқатын есек емес, еркек. Осы күнгі киімді шайтандардың азғыруынан аулақ болады. Отбасы орнықты болады. Отбасы орнықты болса, қоғам орнықты болады. Қатынынан қорқатын ерлер кәсібіне шебер, жұмысына шөгел болады. Оңай кәсіптау болады. Тамақ жасау, кір жуу, баланың құйрығын жуу секілді байланыстарыменен балалары оны жақсы көретін болады. Қатынның қасында бақыт құсы басында болады. Қатыннан қорқудың 5 түрлі пайдасы.